Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әдебиетті оқу 3-ші сынып 43-ші сабақ. Тақырыбымыз жер астында қала бар. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Жер астында қала бар. Ертегідегі оқиғаның жалғасын болжап, әңгімелейсің. Бірінші тапсырма: жер астында қала болуы мүмкін бе? Ой бөліс. Балалар, менің ойымша, жер астында қалалар болған. Ол ғасырлар бойы жер астында жаңарып, яғни жердің астында, топырақтың немесе тастың астында қалып кеткен қалалар деп есептейміз, балалар. Екінші тапсырма: ертегіні түсініп оқы. Алтын мүйізді киік. Ертегі. Ертеде Бұлдырмерген деген атақты аңшы болыпты. Өзі мерген, әрі қарулы, ақылды, ержүрек адам екен. Бір күні ол аңға шығады, орманды, тауды аралайды. Шаршаған соң бір ағаштың көлеңкесіне келіп демалады. Бұлдырмерген қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырады. Сөйтсе, байқамапты. Бұлақтың арғы жағасында, үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Екі мүйізі күнге шағылысып жарқырайды. Тіпті көз қаратпайды. Бұлдырмерген өз көзіне өзі сенбей таңдана қарады. Шын киік. Екі мүйізі қарағайдай алтыннан екен. Ол киікті атып алмақ болып садағын кезейді. Сонда алтын мүйізді киікке тіл бітіп, сабыр ет мерген деп Бұлдырмергенді тоқтатады. Аңшы оның жанына келеді. Ол аң аулап жүріп, бұрын соңды мұндай ғажапты көрмеген екен. Қатты таңғалады. Алтын мүйізді киік әп-сәтте алтын мүйізді ақсақалды шалға айналады. Үстіндегі киімі күмістей жарқырайды. Ал екі алтын мүйізі сол қалпында қалады. Бұлдырмерген ештеңе демей ғажапқа таңдана қарайды. Осы тауда Бұлдырмерген деген атақты аңшы бар екен деп естіп, соны іздеп шығып едім. Оны білмейсің бе, балам, дейді ақсақал шал. Отағасы, ендеше сол Бұлдырмерген мен боламын, дейді аңшы. Рұқсат болса, балам, сені іздеп шыққан шаруамды айтайын. Айтыңыз. Менің балам жер асты елінің ханы. Мен соның туған әкесімін. Үшінші тапсырма: алтын мүйізді ақсақал Бұлдырмергенді не үшін іздеген деп ойлайсың? Болжа. Яғни балалар, алтын мүйізді ақсақал Бұлдырмергенді өзінің баласына көмектесуге, оны құтқаруға іздеген деп ойлаймыз, яғни солай болжаймыз. Суреттерге сүйеніп, ертегіні әңгімеле. Яғни біздер суреттен нені байқадық? Бұлдырмергеннің аңшы болғандығын және ақсақалдың алтын мүйізі бар екендігін осыларды суреттейміз. Жер асты елінің мекені қандай деп ойлайсың? Жобасын жасап әңгімеле. Алтыншы тапсырма: сол қалаға алтын мүйізді киіктің мүсінін орнату тапсырылды делік. Мүсіншіге қандай кеңес берер едің? Менің ойымша, алтын мүйізді киіктің мүйіздері сап-сары алтыннан болып, ұзын да сұлу, сымбатты болуы керек деп ойлаймын. Яғни, балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.